Ассаламағалейкем, құрметті ағайын туыс бауырлар. Бүгін қазақтың тәуелсіздігіне қауіп төніп тұр ма деген тақырыпта әңгіме өрбітеміз. Иә, біздің қазақтың тәуелсіздігіне қауіп төніп тұр. Оған бірнеше себеп. Бірінші себеп жеріміздің ыңғайсыз жерде орналасуы. Оған ештеңе істей алмайсың. Оған халық та кінәлі емес, билік те кінәлі емес. Просто жеріміз ыңғайсыз жерде тұр да. Bir жағында орыс, бір жағында Қытай, екеуінің қақ ортасында тұрмыз да. Бүкіл әлемді үш-ақ мемлекет басқарып тұр ғой. Америка, Россия, Қытай. Осы үшеуі бүкіл әлемді басқарып тұр. Қалған мемлекеттер осы үшеуіне қызмет жасап жатырмыз. Шыны солай. Сол үшеуінің екеуінің ортасында біз тұрмыз ғой. Өзің елестетіп көр, қандай қысым. Қалай сен шалқайып өмір сүресің? Өмір сүре алмайсың. Екі жағында екі алпауыт тұр. Бүкіл әділетсіздікті орнатып аққан, басқа мемлекеттерге соғыс ашып, жерін тартып ап, өздерінің билігін жүргізіп аққан екі алпауыттың ортасында тұрсың да сен. Сөйтесің да Европа сияқты өмір сүргің келеді. Олай болмайды. Реальный қарау керек та. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп саяси сауатсыз біздің қазақтар. Өкінішке орай. Саяси сауатымыз өте төмен. Кімнің дос, кімнің дұшпан екенін танымаймыз да. Саяси сауатсыз болудың бір жаман жері осы. Кімнің дос, кімнің дұшпан екенін танымайсың. Шайт айт дегеннің артынан лесіп кете бересің да. Ал саяси сауатың жоғары болса, біреудің айтып аққан әңгімесін сен толықтай зерттеп, көзің жетпейінше сөзіне леспейсің. Өйткені сенің көзің ашық, көкірегің ояу. Сен мал емессің. Біреудің айтқан сөзіне қой, деп лесіп кете беретін. Өйткені малдар ғана сөйтеді. Алдына ешкіні салсаң, артынан қойлар кете береді. Біз адамбыз ғой. Мына Европа елі неге жоғары? Неге біз Европа сияқты болғымыз келеді? Өйткені Европа халқының пашти кез келгенінің саяси сауаты жоғары. Кімнің дос, кімнің дұшпан екенін таниды, біреудің сөзінен никогда лесіп кетпейді, өзінің ойы бар. Өзі бәрін біледі, өзінің тарихын біледі, қаяқтан шыққанын біледі, қазір жағдайы қандай екенін біледі, кезінде жағдайы қандай болғанын бәрін олар біледі. Сана жоғары. Біздің қазақтың көбісі өзіміздің тарихымызды білмейміз. Мінекей кемшілік осы да. Біздің қазақтың 100 жыл бұрын қалай өмір сүрді, 70 жыл бұрын қалай өмір сүрді, оның алдында қалай өмір сүрді, біз білмейміз да көбіміз. Сөйтеміз да біз бүгінгі күнімізге көңіліміз толмайды. Сен өткеніңді біл, қазақтың қалай өмір сүргенін, қазақтағы елдің қалай пайда болғанын білсең, әлхамдулилля дейсің. Қысқа айтып өтейін қазақтың тарихын енді. Қысқа нұсқа айтып. Біз қазақ 70 жыл орыстың қарамағында келе жатырық дейміз, Совет үкіметінің. Олай емес. Біз оның алдында орыс патшалығының заманында орыстардың қарамағына кіріп кеткенбіз. Ақ патшаның, Николай II-дің, Екатеринаның заманында біздің бірінші кіші жүз Әбілқайыр хан бастаған кіші жүз кіріп, одан орта жүз, ұлы жүз, орыстар бізді үшке бөліп, бір-бірімізбен шақыстырып, бізді жаулап алған. Оның алдында 100 жыл бойы біз жоңғармен соғыстық, қалмақпен соғыстық. Ол соғыс қалай болды жалпы? Жоңғар деген кім, қалмақ деген кім мысалы? О заманда сол орыс пен Қытайдың ойыншығы болғанбыз біз. Сол жоңғар мен қалмақтың заманында, не деген заман ол, баяғы өтіп кеткен, сол заманда орыс пен Қытайдың ойыншығы болғанбыз біз. Ал сен бүгін аспаннан түскендей, біз неге Европа сияқты өмір сүрмейміз дейсің? Сен елестетіп көр. Сен баяғы аңырақай шайқасы жоңғар мен қалмақтың заманында сен Қытай мен орыстың ойыншығы болғасың. Қалай болғасың? Жоңғарлар Қытайдың ойыншығы, қазақтар орыстың ойыншығы. Қытай мен орыс екеуі бір-бірінің ойыншығын соғыстырады. Қайсымыздікі жеңеді деп. Сөйтеді, орыстікі жеңеді, Қытайдікі жеңіледі, жоңғарлар. Біз орыстікіміз, біз жоңғарды жеңеміз. Сөйтеді, Қытай намыстанады, әкеңнің дейді, өзінің ойыншығы жеңіліп қалғанда жер бетінен жоққа жібереді. Біз аман қаламыз. Өйткені біз жеңіп кеттік та Қытайдың ойыншығын. Мінекей, төбесінен қарағанда осылай біздің тарих. Біздің батырлығымыз сода жеңіп шыққанбыз. Бірақ өкінішке орай шындықты айту керек та, көкіректі ұру ол өте қате нәрсе. Біз қазақпыз, біз сұмдықпыз деген олай емес. Біздің қазақ қорлықтан, соғыстан, қиыншылықтан көз ашпай келе жатқан ел. Сұмдық бақытты болып өмір сүрген уақыты болмаған қазақтың. 550 жыл тарихымыз бар. 550 жылда бір 50 жыл шалқасынан түсіп бақытты болып өмір сүрген қазақ жоқ. 550 жылда 50 жыл шалқайып өмір сүрген қазақ жоқ. Міне, қазір 30-ақ жыл болды егемендік алғанымызға, қайтадан шайқалып быт-шыт болып бара жатырмыз. Қайтадан сол ел болудан,
қалып ыдырап сол орыстың қарамағына кетейін деп тұрмыз. Ал кетпеу үшін, ел болып сақталып қалу үшін не істеу керек деген сұрақ. Ол үшін жаңағы мәселелерді айттым мен. Саяси сауатыңды жоғарылат. Кімнің дос, кімнің дұшпан екенін таны. Айтқан адамның бәрінің сөзіне ілесіп кете берме. Егер Европа сияқты болғың келсе, сен ақшамен болма Европа сияқты. Айлығыңмен Европа сияқты болма, сен санаңмен Европа сияқты бол. Біздің мына Алаш партиясының көсемдері, Әлихан Бөкейхандар, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаевтар, олардың саяси сауаты жоғары еді, мәдениеті жоғары еді. Олар европейский мышление бар еді ол кісілерде. Ол кісілер біздің қазақты Европа сияқты өмір сүрткісі кеп армандап еді. Соны орыстар көп көріп, мыналар Европаға кетіп қалады-ау деген қорқынышпен бетіміздегі қаймағымызды қырып салып, қой құсап артынан ере беретін халықты ғана алып қалған. Мінекей, содан әлі оянамай келатырмыз. Неге? Саяси сауаты жоғары білімді адамдарымызды сол орыстар қырып салып еді. Сондықтан да қазірде сол заман қайтып келе жатыр. Жаңағы Алаш партиясының заманындағы Әлихан аталарымыздың басына туған күн қазір қайтадан туайын деп тұр. Қазірде біздің қазақты осындай тығырықтан алып шығатын азаматтар бар. Вот сол азаматтарға қарсы халықты үгіттеп, сол баяғы орыс саясатын жүргізіп, қайтадан елімізді шайқайын деп отыр бауырлар. Соны ойлаңдаршы, просто саяси сауаттарын жоғарылатыңдар. Баяғы көсемдерімізді сөйткен халық жауы деп айдап салып Сібірге ату жазасына берген. Бірақ қазіргі жағдай басқа да. Ал егер қазір сөйтіп қарайтын болсаң, қазір айтады, қазір наоборот өзіміздің билік қой қырып аққан қазақ қырып жатыр ғой дейді. Олай емес. Біздің билік қазір сол орыстың қысымымен шайқасып жатыр. Валдай форумында біздің Тоқаев президентіміздің сөйлеген сөзіне қараңдар. Оған деген айтылған пікірлерге қараңдар. Просто саяси сауатыңды өсірем десең, соны қара қазақ. Сен қазір Валдай форумы деген не екенді білмейсің. Мысалға да, бауырлар, не айтып тұр мынау деп отырсың. Валдай форумы деген бар. Жылда өтеді. Орыстың шығарған форумы ғой, енді өзінің қарамағындағы влияниясы жүріп оққан елдердің президенттерін жинап алып, журналистерді алдына отырғызып қойып, соларға сұрақ қойғызып қойып, соларға қысым жасайды. Валдай форумы деген жылда өтеді. Сол шатаспасам биылғысында біздің Тоқаев президентіміз қатысқан. Сонда Тоқаев атамыздың қандай әдемі сөздері өтті сол жерде. Путиннің өзін орнынан қозғалтып жіберген сөздері болды. Путиннің оған қалай қатты сөз айтқанын көріңдер сол Валдай форумында. Мінекей, біздің президент шайқасып жатыр қазір. Бірақ қасында біздің қара халықтың духы жоқ та, рухы жоқ та. Біз сізбенбіз. Құдайға шүкір, орыстан біз атылып шығамыз, Құдай қаласа егемендігімізді алып, Европа сияқты өмір сүреміз деген арманы бар қазақ жоқ. Қазақтың қазір бар проблемасы, бүгін қандай тамақ жеймін, ертең не киемін деген. Бірақ холодильнигін ашсаң тамақ толы, альхамдулилля. Светің бар, газың бар, қолында бір сотовый телефон, астыңда мәшине. Тойлап аққан күнің, тойламай жатқан күнің жоқ еді. Осы карантинге дейін күніге той, күніге думан еді. Бірақ қазақ сол әдемі бақыттың қадірін түсінбей келе жатырмыз. 30 жыл ма, 30 жылдың енді басындағы бір 10 жыл қиындау болған шығар, 90-шы жыл, 2000-ші жылдарға дейін. Содан кейін айлы жайлап өзіміздің кәлиямызға түсіп, мінекей бүгінгі күнге дейін әдемі өмір сүріп келе жаттық біздің қазақ. Сәл артқа шегініп елестетіп қара. Ойбай, жағдайымыз жоқ еді ғой, бізде күнін көрмей отқандар бар ғой деп. Әрине бар. Ол кез келген мемлекетте болады. Біз арабиямен шатастырмаңдар. Мына біздің көп қазақтардың жаңа шетелде қашып жүрген қазақтардың сасып кеткен сөздері бар ғой. Мы должны жить как арабы деген. Сен арабтар сияқты өмір сүре алмайсың қазақ. Неге? Бірінші себеп. Неғып біз арабтар сияқты бай болмаймыз? Тура оларда бар байлық бізде бар ғой. Деген сияқты әңгіме бар ғой, мен оған фактпен сөйлеу керек та. Мен сендерге фактпен дәлелдеп берейін. Біз арабтар сияқты өмір сүре алмаймыз. Біріншіден, біздің халықтың саны сәйкес келмейді. Жергілікті арабтардың халқының саны 1,5 миллион. 1,5 миллион халық. Біздің қазақтың саны 19 миллион болды қазір. Енді 1,5 миллион көп па, 19 миллион көп па? Қайсы халықты бай қылып өмір сүрту оңай? 1,5 миллионды ма, 19 миллионды ма? Бірінші себеп бұл. Біздің жаңағы орыс, ұйғыр, татар көп ұлт мемлекетіміз ғой, бәрі бар бізде. Солардың бәрінде егемендік бар.
Қазақстандық деген паспорты бар. Ал Арабияда ондай емес, 1,5 миллионда паспорт бар. Қалғандарға паспорт берілмейді. Әрине 1,5 миллионды шалқайтып өмір сүрту оңай, біріншіден. Екіншіден, арабтар сияқты өмір сүре алмайсың, өйткені сен дінге жақсы берік ұстанған жоқсың. Арабтар жерде $10,000 жатса да ешкім алмайды, өтіп кете береді. Өйткені алуға болмайды, біреудің ақшасы ол. $10,000 бір апта бойы жата береді жерде, ешкім тиіспейді. Бізде $10,000 емес, 1000 теңге түсіп қалсын, 5 минутта келсең 1000 теңгеңді таппайсың. Сондай қоғам бізде, сондай мәдениет бізде. Енді сен қалай арабтар сияқты өмір сүресің? Өмір сүре алмайсың. Арабтар ең жаман нәрсе, арақ деген бәлеге жоламайды, темекі деген бәлені шекпейді, уақытылы ұйықтайды, 5 уақыт намазын оқиды, ешкімді алдамайды. Енді әрине ондай қоғам дамиды. Енді сен қалай арабтар сияқты өмір сүресің? Араққа тойып аласың, әйелдерін қысқа юбка киініп алып, деп тойда әркімнің еркегімен билейді. Енді сен қалай арабтар сияқты өмір сүресің? Өмір сүре алмайсың. Бұл екінші факт. Үшінші факт. Арабтарға қауіп жоқ. Арабтар о заманнан Америкамен қарым-қатынаста. Ал Америкамен қарым-қатынаста болған көп елдер керемет өмір сүреді. Латын Америкасы бар, Европаның барлық мемлекеті Америкамен дос. Ал Россиямен дос, біз Россияменбіз ғой. Россиямен дос елдерді қарасаң, біз Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Совет үкіметінде болған елдер. Кім мықты өмір сүріп жатыр? Орыспен дос болғандар ма, жоқ Америкамен дос болғандар ма? Елестетіп қара енді примерно. Бұл үшінші факт, сен арабтар сияқты өмір сүре алмайсың. Өйткені сен орыспен доссың. Сенің мұнайдан түсіп жатқан ақшаңның жартысынан көбі орысқа кетеді. Ал арабтардан тапқан мұнайының ақшасының бар өздеріне кетеді. Бұл төртінші факт. Сол үшін бауырлар, бізге қазір не керек? Бізге осы алпауыт Америка, Россия, Қытай, осы үш алпауыт державаның аузында жемтік болып кетпеу үшін бізге қазір ауызбіршілік керек. Арандатуға түспей, бізде бәрі нормально. Өз шаруаларын шешіп алыңдаршы. Нормально, нанымыз бар, әніміз бар, әйтеуір өмір сүріп жатырмыз. Бізде шаруалар болмасын, у нас все хорошо деу керек. Ал егер сыр беріп қойдың ба, өздерінің арам саясаты бар, жаулау. Мы вам поможем деген. Мыналарда көтеріліс болып жатыр, халқы билігіне қарсы шығып жатыр деп, оны өздері жасаған көтерілісте зеленый митинг дейді ғой. Өздерінің зеленый человектерін, жасыл адамдарын жібереді халықтың арасына. Олар типа патриот болады. Что билік не істеп отыр? Вор, ұры, бәрін құрту керек. Тоқаев мебель, Назарбаев вор, шал кет деген жаңағы сөздер бар ғой, жаттанды. Осы сөздерді қолданады жаңағы державаның жіберген зеленый человектері. Оған саяси сауаты төмен, аңқау, қой сияқты халық. Оны кім екенін зерттеп баққан жоқ, оны қандай адам, оның айтып баққан әр сөзінің шындығы бар ма, өтірігі бар ма, естіп кете береді да, түбінде егемендігіне қалай айырылып қалғанын білмей қалады. Оған прямой дәлел: бірінші Украина, екінші Грузия, үшінші Белоруссия. Біз ол үшеуінің қай жеріміз артық? Бізде тура сол үш елдің кебінін киеміз. Ойлауы мүмкін, ой, олар қазір жақсы өмір сүріп жатыр ғой деп. Қалай жақсы өмір сүріп жатыр? Дұрыс айтасыз, жақсы өмір сүріп жатыр. Қалай? Орыстан құтылғаннан кейін. Ал орыстан қалай құтылды? Олар төтесінен құтылайын деді. Біз сендермен болмаймыз деп төтесінен қойып салды Украина. Быт-шыт болды. Өйткені сен орыстан оңайлықпен кетпейсің. 70 жыл соның қарамағында болдың. Оның алдындағы тарихты айттым мен. Сен қалай орыстан бір-ақ күнде кетесің? Кете алмайсың. Олар бір-ақ күнде кеткісі келді да, арты көтеріліске айналды. Өйткені жаңағы Россия жасыл адамдарын жібереді. Билік пен халықты бір-біріне шайқастырып быт-шыт қылады да, қырылып аққан кезде. Мыналар қырылып жатыр, бұл жақта біздің орыстар тұрады. Біз қорғауымыз керек деген сасық саясатын қолданады да, келіп жеріңді ақ қояды, егемендігінен айырады. Украинаны тура солай қылды, Грузияны да солай қылды. Бірақ олар соғысып атып, қырылып атып, егер жерін берсе де орыстан кетті. Сөйтіп қазір зорға есін жиып енді оянып жатыр. Белоруссияда тура солай. Лукашенко біраз тіресті Путинмен ерегісіп, аяғы мінекей неге алып келді. Біздің Назарбаев атамыз да орыстан кеткісі келді. Просто саяси сауатты көтеру керек қазақтар. Осының бәрін білу үшін. Біздің Назарбаев атамыз да орыстан құтылудың төте жолын біраз іздеді. Біз оны қазақ түсінбедік. Оны дәлел ретінде айтып берейін. Назарбаев атамыздың рухани жаңғыру деген бағдарлама шығарғаны.
Ол орыстан құтылудың жолы еді. Қазақты рухани жаңғырып көтерейін деп еді. Рухани жаңғыру қазақтың салт дәстүрін, қазақтың ән күйлерін бүкіл ауыл аймақ қалаларда ойнатып қойды. Қазақтың оюларын көшелерге іліп қойды. Орыс көшелердің атының бәрін қазақшаға аудара бастады. Сөйтті да тағы да төтесінен орыстан құтылудың жолын әдемі ойлап тапты. Ол қай жол? Латын әрпіне ауысу. Соны да біздің қара қазақ түсінбей қалдық. Сонда елбасымызбен бірге болғанда орыстан құтылып та кететін бек. Латын әрпіне ауысу мәселесі. Біздің қазақ түсінбей қалдық. Не қыламыз латын әрпіне ауысқан несі? Біздің бала шағамыз мәңгүрт болып қанша жыл осымен келе жатырық қой деп. Біз астарын 100 жыл ар жаққа ойлаған жоқпыз да біз. Қазіргі біздің алфавит кириллица деген бір орыс ойлап тапқан. Кирилл деген орыс ойлап тапқан. Оны бір 5-6 мемлекет қолданады. Болды. Совет үкіметтен қалып кеткен мемлекеттер. Ал латын әліпбиін бүкіл әлемнің дамыған мемлекеттері қолданады. Енді қайсысы дұрыс даму үшін? Әрине латын әліпбиі дұрыс. Біздің де кезінде аталарымызды латын әліпбиінде болған. Оған дәлел бар тарихта. Соны да біз қазақ түсінбей қалдық қой, қолданбай қалдық. Сол кездері қолда жіберу керек еді, қазір ауысып кетерек. Халық қолдамады, төменнен жоғарыдан орыс қысым білдірді. Куда тебе? Какой тебе латиница? Мы здесь стоим деп атамызды отырғызып қойды. Атамыз Америкаға барып, Дональд Трамппен кездесіп, тағы да мәселені төтесінен шешейін деп еді. Ютубта бар. Атамыздың қалай Америкаға барып, Трамппен кездесіп, біраз келісімшарт. Ақшаға барды, Назарбаев өзінің ақшасын алып келу үшін ғана барды деген әңгіме де сасып кеткен әңгіме. Қашан көрдіңдер Американың президенті өзінің ақшасын алуға келген адамды күтіп алып, қолымен амандасатын. Өзің елестетіп көрші. Ол енді сасып кеткен адамдардың әңгімесі. Мінекей, бізге ел болу үшін не істеу керек? Өте қиын. Үлкен алпауыттардың аңдуындамыз біз. Бізге тек қана ауызбіршілік керек қазір. Сосын жастарымызды, жігіттерімізді мықты тәрбиелеуіміз керек. Баяғы құлдық мінезді құрту керек. Біздің әкелерімізде, аталарымызда болған мінез ғой енді. Орыстың алдында, басқа ұлттың алдында бейді. Деп қалу. Сол мінезді құрту керек. Басқа ұлттың алдында қазақтың жігіттері салмақты болып үйрену керек. Че ты хочешь? Не понял? Ну бери че? Осындай зіл керек та. Олардың тілінде сөйлей бер. Одан сен кем болмайсың. Сен оның тілін біліп тұрсың. Ол сенің тіліңді білмейді, сен одан ақылдысың деген сөз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ өз тіліңді жақсылап біліп алмай, біреудің тілінде шаруаң болмасын. Осындай мінез керек қазақтың жігіттеріне. Қою керек баяғы. Бүйтіп жалтақтап, я понял, дегенді қою керек та. Өзіңнің қазағыңның алдында жасай бер соны. Деп күле бер. Өзге ұлттың алдында салмақты бол. Өйткені байқасаң, өзге ұлттар сондай. Орыстың жігіттерін байқашы. Қазақтың жігіттерінің қасында орыстың жігіттері тұрса, өздерін жоғары санап тұрады олар. Бүйтіп ақылды санап, өздерін таза мәдениетті санап тұрады. Байқайсыңдар ма? Біз қазақ дарылдап, аңқылдап тұрсақ, олар бүйтіп өздерін жоғары санап тұрады. Не үшін өйту керек олар? Біз олардан жоғары санауымыз керек та, олардан өзімізді. Че ты хочешь? На, бери. Давай, убери руку. Мен барып қыр жой деп баққан жоқпын. Құдай сақтасын, мен ешкіммен біреумен шақыстырып баққан жоқпын. Просто мінез, дұрыс мінез қалыптастыра білу керек. Бұл қаншасыншы мәселе? Біраз мәселе болды ғой енді. Тоқа терісін айтқан кезде егемендікті сақтап қалу оңай дүние емес. 1 жылдың, 10 жылдың еншісінде мәселе де емес. Бұл қасымыздағы алпауыт державалар ыдырап жойылған кезде ғана бізге жақсы күн туады. Баяғы Рим патшалығы, Осман империясы, көптеген империялар жер бетінен жоқ болып кетті ғой. Сол сияқты күндердің күнінде екі көршіміз Орыс пен Қытай әлсіреп, құлдырап төмендейтін болса, қазаққа бақытты күн туады. Иншалла қазақтың да басына бір керемет заман келетін шығар. Ол заманда алыс емес. Байқаймыз қазір Құдай қаласа, Құдайға шүкір, қазақтың санасы өсіп келе жатыр. Карантиннен аман есен шықсақ, той мәселесі тоқтап, біраз қазаққа дұрыс болып қалды. Қазақтың тойы тоқтады, анау-мынау деп жігіттердің айтып жатқан әңгімесі асабалардың дұрыс емес. Мен өзім 15 жыл тойда асаба болған жігітпін. Тойдың тоқтағанына қуанбасам ешқандай өкінбеймін, өйткені ол маған жақсы болғанмен қарапайым халыққа қиын еді. Халыққа жағдай, халыққа ыңғайлы болған дұрыс та. Біз тамада деген не? Тамада деген адам тура сол халық сияқты. Тамадалық жұмысың тоқтады ма, басқа жұмысқа барсаң, болды ғой, еркексің ғой. Семьяңды асыра, главный мәселе осында. Тамадалық тоқтады екен деп сен
өмірің тоқтаған жоқ қой. Тамада жігіттердің біразынан айтар әңгімем да, площадьқа шығып жылап жүр ғой, той тоқтамасын деп. Дұрыс емес ол, еркексің ғой сен. Сенің мәселең тоймен бітіп қалған жоқ. Той тоқтады ма, басқа жұмыс істесей. Бір сварщик жігіттің сварка жұмысы тоқтаса, сол жерде өлмейді ғой. Басқа жұмысқа кіреді, электрик болады, болмаса мектепте охранник болады. Базарға шығып сауда жасайды, әйтеуір нан пұл тауып семьясын асырау керек. Сол сияқты сен де тура сол сияқты адамсың. Тамадалығың тоқтады ма, той тоқтады ма, бар жұмыс істе, басқа жаққа бар. Қыздар құсап жыламай. Сол, құрметті ағайын туыс бауырлар, қазаққа да бақытты күн туар. Ауызбіршілігіміз мықты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын.